Достар сәлем, 490 соңғы ТЖБ. Бірінші нұсқасын ютубтан қарай аласыңдар, қазір екінші нұсқасын қарайық. Мына берілген қатары 13 натурал саннан тұрады. Осы қатарда қай сан сипаттамасы бөлшек сан бола алады дейді. Бұл жерде мынандай жауаптар бар: өзгеріс ауқымы, мода, арифметикалық орта, медиана. Осы жаңағы сипаттамалардың қайсы бөлшек болады. Өзгеріс ауқымы деген мынандай қатар сан беріледі. Өзгеріс ауқымында біздер ең үлкен мәні мен ең кіші мәнін азайтамыз. Сол жерде бола қоймайды. Модада ол ең жиі кездесетін сан белгілейміз біздер. Медианада санның дәл ортасы, жаңа қатардың ортасында орналасқан санды белгілеуіміз керек. Ал арифметикалық ортада ол жаңағы берілген сандарды біздер қосамыз, сосын санына бөлеміз. Яғни арифметикалық ортада біздер алдымен қосындысын тауып аламыз, суммасын, сосын сол сандардың санына бөлеміз. Сол кезде бөлеміз деген ол осындай бөлшек пайда болуы мүмкін. Көрдіңдер ма? Сондықтан біздер жауап С дейміз. Осыны есте сақтап алыңдар. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі В, табаны қабырғалар 4 және 3 см, ал биіктігі H. В көлемін H биіктігі тәуелдігінің формуласын көрсетіңіз. Еске түсірейік алдымен. Тік төртбұрыш ол мынандай параллелепипед, ол бізде мынандай фигура. Оның ұзындығы бар, ені бар, сосын биіктігі бар. Енді биіктігін С деп қояды, H деп қояды, әртүрлі кітаптарда әртүрлі жазылады. Бізде енді H деп қойған, сондықтан оның көлемін табу үшін біздер ұзындығын, енін және биіктігін көбейтеміз. Сонда не болады? 4 көбейтілген 3 көбейтілген H дейміз. Сонда V тең 12H болады. 12H деген ол мынау В жауабы. Келесі координат жазықтықта y тең 2x графигін салыңыз. Ол үшін алдымен біздер мынандай кесте құрып алуымыз керек. Y тең 2x. Ол үшін x дейміз да мынандай 2 сан берейік. Бұның графигі түзу сызық болады қазір. Ол түзу сызық сызу үшін сендер мынандай 2 нүкте бересіңдер. 0 және мысалы өздеріңе бір ыңғайлы санды аласыңдар да 3 деп қойыңдар. Сөйтіп y тең 0 2 көбейтілген 0 дейсіңдер, ол 0 болады. Сосын y тең 2 көбейтілген 3 дейсіңдер, ол 6 болады. Сонда 0 жазған кезде 0 болады, 3 қойған кезде 6 болады. Сонда 0-ден 0 белгілейміз. Ал 3 болған кезде, мысалы x 3 болған кезде ол 6-ға көтерілеміз. Міне 6-ға көтерілдік. Осын белгілейміз. Сосын сызғышты осы 2 нүктенің бойына қоясыңдар да, карандашпен сызасыңдар, бітті, сонымен сол жауап болады. Енді менде аздап қиысық жауы мүмкін, бірақ сендерде осындай бір график болады. Сосын жазып қоясыңдар, y тең 2x болды. Келесі. Береке кафесінде 2 апта бойы үйге жеткізілген тапсырыстардың саны тіркеліп отырды. Берілгендердің қатары мынандай болды дейді. Қатардағы саны. Осы қатардың өзгеріс ауқымы, енді мына жерде тапсырмалар, енді қараңдар. Өзгеріс ауқымы, арифметикалық орта, мода және медианасын табыңыз. Алдымен осы сандарды біздер өсу ретімен жазып алайық. Өсу ретімен не, кему ретімен? Енді ең кішкентай саннан бастайық қазір. Ол 33 екен, мысалы 31 бар екен мына жерде. Міне 31 бар. Соны жазайық. 31 неше рет кездеседі деген қарайық. 31 бар ма? Жоқ. 32 жоқ. 33 кездеседі. Біреуін өшірдік. Тағы бір 33 кездесті. Сосын басқа 33-тер жоқ. 35 бар. Міне бір 35-ті. Шатыс кетпеу үшін өшіріп отырайық. Міне тағы бір 35. Тағы бір 35. Сосын 34 қалдырып кетіппіз біздер. Бір 34 бар екен. Мына жерге мен 34 деп қояйын. Сосын 35-тер жаздық. 37. Мен бір 37 бар. Одан кейін 42. Біреу ғана. Сосын қалғаны 43 екен. 43 5 рет кездеседі екен. Қараңдар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. 43, 43, 43. 43 және бір 43, міне осылай болады. Ал енді неше сан бар? Соны санап алайықшы алдымен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 сан бар. Мына жерде қазір есте сақтар. Енді өзгеріс ауқымы деген. Бірінші өзгеріс ауқымы. Ең үлкен сан 43, ең кіші сан 31. Азайтамыз 12 болады. Бірінші сұраққа жауап бердік. Арифметикалық ортасына қазір келеміз. Мода
ең жиі кездесетін сан. Енді өздерің көрдіңдер, жаңа ең көп кездесетін сан ол 43, міне 5 рет кездеседі. Сондықтан мода 43 дейміз. Медиана. Медиана ол дәл ортасында орналасқан сан. Бірақ бізде мына жерде 14 сан болып тұр. Ортасы жоқ. Сонда бізде ортасында тұрған 2 санды аламыз да қазір. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37 болып тұр. Және 35 болып тұр. Осы 2 санды біздер қосамыз. Сосын 2-ке бөлеміз. 35 қосылған 37 бөлінген 2 дейміз. Ол 36-ға тең болады. Енді арифметикалық ортасына келдік. Арифметикалық орта деген былай табамыз қазір. Осы сандардың барлығына қосамыз да, сосын 14-ке бөлеміз. Енді оны тиімді қосу үшін біздер былай жасайық қазір. Мысалы, мына жерде 43. Енді әрқайсысы әртүрлі екен, мынау. Біртінде қоса берейік онда. Мына 3 санды қосып алайық, 97 болады, иә? Сосын мына 2 санды қосып алайық, 69 болады. 35 пен 35 70-ті береді, мысалы. Сосын 37 мен 42-ні қосайық. 80, 79 болады, иә? 79 деп жазып қояйық. Сосын 43 бізде 5 рет кездеседі. 43-ті 5-ке көбейтсек 215, мына жерге бірден осылай жазып қояйық біздер. Сосын барлық сандардың саны 14. Арифметикалық орта осылай табылады. Ал енді тағы бір рет қосып шығамыз. Мына жерде 60, мына жерде 139 болады. Мына жақта 280, 294 болады екен мына жерде. 280, 294, сосын 97. Болды, осы 3 санды қосып алсақ, сосын 14-ке бөлеміз. 139 дейміз. 3 болады, 3 болады, 4 болады. Сосын 97 қалды мына жерде. Қосып алайық. 0 болады, 3 болады, 5 болады. 530. Ал 530-ды енді біздер 14-ке бөлеміз. Мен мына жерге 14-ке бөлу деп қояйын. Мысалы 3-тен алсақ 52 болады. 42 болады екенді. 42 болады. Азайтамыз. 1, 110. 110-ды енді сол 7-ден алып көрейік. 7-ден алсақ 98 болады бізде. Сосын 12 қалып қояды. Сонда неше болады мына жерде жауап? 37 бүтін 14-тен 12. Қысқартамыз. 37 бүтін 7-ден 6. Міне, орта арифметика осындай бір сан шығады. Асықпай, сандарды қосып аласыңдар, сосын сандардың санына бөлесіңдер, осындай бір сан шығады. Ең бастысы осы 4 сипаттаманы осылай табасыңдар. Ары қарай. Саяхатшының жүру графигі суретте көрсетілген график бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Саяхатшы үйден шыққан соң 4 сағаттан кейін үйден қандай қашықтықта болды? Мына жерде бізде сағаты көрсетілген, қанша жүрген уақыты, мына жерде қашықтығы километрмен көрсетілген. 00 үйден шықты ол. 4 сағаттан кейін дегенде міне 4-те белгілейсіңдер де, сосын көтерілесіңдер мына жерге бүйтіп. Сонда көрсетеді 8 сағат. Сонда бірінші сұраққа сендер 8 километр дейсіңдер. 4 сағатта 8 километр. 8 сағат депін, 8 километр жүреді. 4 сағатта. Сосын екінші сұрақ. Саяхатшы аялдамаға қанша уақыт жұмсады? Аялдама деген былай болады. Мысалы, графикті қарасыңдар, ол не жоғары, әйтеуір көтеріліп жатыр, не түсіп жатыр, не көрдіңдер ме? Мына жерде ол өзгеріссіз, қозғалмай тұрады мына жерде. Осылай бір қалыпта кете береді. Не көтерілмейді, не түспейді. Осы деген сөз аялдамаға жұмсаған уақыты деген сөз. Уақыт деген өте береді ғой. Мысалы, 6-да басталды да сол тұрақты жері, және 10-да аяқталды. Сонда 4 сағат. 10-нан 6-ңызды дейсіңдер, 4 сағат аялдамаға арнаған екен. Міне осындай көрсеңдер, ол аялдама болады. Келесі С. Үйге 6 километр қалғанға дейін саяхатшының жүрген уақытын табыңыз. Үйге 6 километр қалғанға дейін дейді. Енді 6 километр қалғанға дейін ол былай болады. Мына жер 0 бітті, иә? Мысалы, мына жерден қарайтын болсаңдар. 6 километр ол мына жерден есептейсіңдер міне. Ал ол уақыт бойынша қанша уақыт жұмсады? Мына жерге ортасын, мына жерден бүйтіп түсірсеңдер, ортасына сәйкес келеді. Ол 13 болады. 12 мен 14-тің ортасы 13.
13-тен 16-ға дейінгі қашықтық ол 3 сағат. Мына қашықтық 3 сағат. Сонда 6 километр, үйге дейін 6 километр қалғанға дейін ол 3 сағат жұмсайды сол 6 километрге. Соңғысы, алғашқы 2 сағат турист қандай жылдамдықпен жүрді? Алғашқы 2 сағат дейді. Міне бастапқы 2 сағат мына жерде. Оны бүйтіп көтерілесіңдер мына жерге. Сонда ол қанша километрге сәйкес келіп тұр? 6 километр. Алдымен формуланы есептеп алайық. Жылдамдықтың формуласы ол S бөлінген T. Сонда жүрген километр 6, ал жұмсаған уақыты 2 сағат. Сонда 3 километр сағатына осындай жылдамдықпен жүрді деп жазасыңдар. Келесі есепті теңдеу жүйесі арқылы шығарыңыз. 1 қорап кәмпит және 2 орам өрік 550 грамм, 5 қорап кәмпит және 3 орам өрік 1 килограмм 700 грамм. 1 қорап кәмпит неше грамм, 1 орам өрік неше грамм. Теңдеулер жүйесін құрастыру үшін былай істейміз. 1 қорап кәмпитті былай жазып қояйық. 1 К деп қояйық. 1 кәмпит, 1 қорап кәмпит. Қысқаша осылай жазып қояйық. 2 орам өрікті 2 Ö деп қоямыз. Екеуінің массасы 550 грамм. Енді 5 қорап кәмпит, 5 қорап кәмпит 5 К дейміз да, 3 орам өрік 3 Ö дейміз. Олар 1 килограмм 700 грамм. Енді 1 килограмм ол 1000 грамм, 1000-ға 700 қоссақ, 1700 грамм болады. Сөйтіп, мынандай теңдеу жүйесін құрастырамыз. Естеріңе түсірсеңдер, былай істейтін едік, мысалы, мынаны 5-ке көбейтейік қазір. Сонда 5-ке 1-ді көбейтеміз, 5-ке 2-ні көбейтеміз, 5-ке 550-ді көбейтеміз. Біздің сұрақ 1 қорап кәмпит неше грамм, сосын 1 орам өрік неше грамм, соны табуымыз керек. Сонымен 5-ке көбейтеміз, 5 К дейміз, қосылған 10 Ö дейміз, сөйтіп 550-ді 5-ке көбейтсек 2750 грамм дейміз. Астынан 5 кәмпит қосылған 3 Ö тең болады 1700 грамм дейміз. Сосын азайтамыз. 5-тен 5 азайтсақ 0, 10-нан 3 азайтсақ 7 Ö дейміз. Тең болады 2750-ден 1700 азайтсақ 1050 грамм болады мына жерде. Сөйтіп екі жағында 7-ге бөлеміз. Сонда мынау қысқарады, жетілер, 1 өрік қалады, 1 Ö. Сонда 1 орам өрік табатынбыз біздер. 105 болады, 105 грамм. Енді оны таптық. Мынаған жауап бердік біздер. Енді 1 қорап кәмпит қанша болады? Оны біздер табу үшін мына бірінші теңдеуге оралайық мына жерге. Оны былай істейміз. 1 К қосылған 2 Ö. 2 Ö деген сөз мына жерде былай болады. 2 Ö-ні табу үшін біздер 2-ге 105-ті көбейтсек 210 грамм болады. 210 дейміз грамм тең болады 550 грамм. Енді 1 К, 1 қорап кәмпит. 550-ден 210-ды азайтсақ 340 болады. 340 грамм. Міне осылай 1 қорап кәмпит және 1 орам өріктің неше грамм екенін тауып аламыз. Бірінші айнымалының мәні 2 еселенген екінші айнымалының мәнімен 5 санның айырмасына тең. Оны бүйтіп жазып қояйық. Сосын мында қосымша 2 тапсырма бар, қазір оған келеміз. Мынау бірінші айнымалы болсын, мынау екінші айнымалы болсын. Енді бұл жерде мынандай шарттар бар. Бірінші айнымалының мәні, оны мысалы x деп қояйық, мынаны y деп қояйық. Бірінші айнымалының мәні, яғни бірінші x, 2 еселенген екінші айнымалының мәнімен 5 санның айырымына тең дейді. Тең неге? 2 еселенген екіншімен 5 санның айырмасына тең дейді. Онда бізде бірінші тұжырым символдар көмегімен жазыңыз дейді. Онда бірінші тапсырманы біздер жаздық. Екінші осы тәуелдік кесте құрып, оның графигін салыңыз дейді. Графигін салу үшін екінші тапсырма. Біздер кесте құрып алайық алдымен. Мына жерге x, сосын y дейміз де. Мындай сандарды береміз. Мысалы, y-ға біздер өзімізге ыңғайлы сандар берейік. Мысалы, 0 берейік, 2 берейік деген сияқты. Мына y-дің орнына енді 0-ді қоямыз. 2 көбейтілген 0 болады, 0-ден 5 азайтсақ минус 5. Енді y-дің орнына 2-ні қоямыз. 2 көбейту 2 4, 4-тен 5 азайтсақ минус 1. Оны сосын қазір мына шатыстырып алмаңдырсыңдар. Бізде көбінесе функция y арқылы берілетін еді. Мынау y болады, мынау x болады. Міне. Өйткені бізде функцияда x бірінші тұр. Міне. Бізде көбінесе бірінші мына жерге x-ті жазып, сосын y-ті жазатын едік қой.
Сосын міне y-ті 0 міне шатыстырмаңдар, 0 дейсіңдер мына жерге. Ол да минус 5-ке тең. Мына астына түсесіңдер, мына астына. Минус 5 дейсіңдер, мына белгілейсіңдер. Сосын y2, мына жерге 2 дейсіңдер да. Ода минус 1-ге тең болады. Мына жер минус 1, мысалы. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Сосын осы 2 нүктеге сендер осындай сызғыш қоясыңдар да, бүйтіп сызып аласыңдар. Сөйтіп жазасыңдар x тең 2y минус 5 бітті сонымен.